шынайы дос кім екенін білесіз? Шынайы дос адамдарда бірең саран ғана болады. Қалғандары сіздердің бас пайдаңыз үшін араласады. Біреу малыңыз үшін, біреу атақ үшін айналысады. Бірақ соның арасында жаны ашитын бір адам болмаса екі адам болады. Ол шынайы дос. Қалғандардың барлығы бір жолдас үшін деп айта берсек болады. Бірақ біз сол досты бағалауды ұмытып кетеміз, мән бермейміз. Өзімізді аттақ қойып кетеміз. Мансапқа жетсеміз екен дейміз. Бірақ ана дос шындықты айтқан кезде біз оның шындығын көтере алмай қаламыз. Міне шынайы дос ол сіздің құласаңыз да, жыласаңыз да ол сіздің шындығыңызды айтады әрқашанда. Біз кейде осыны бағаламаймыз. Бағаламағаннан кейін ол досымызды жоғалтып аламыз. Сонымен доссыз қалады екенбіз. Шынайы сіз үшін жаны ашитын адамды тапсаңыз, оны ешқашанда жоғалтып алмаңыз. Оны қадірлеп, үйіңіздің төріне отырғызып қоюыңыз қажет.